Бүгін енді дөңгелек стол болды. Өте күрделі мәселелер қарастырылды. Киіктер туралы, киіктің көбейіп кетуі, реттеу мәселесі. Бұл енді бұрыннан келатқан мәселе, бірақ халықтың жан айқайы, ауыл-ауылдан бәрі келіп, әртүрлі өздерінің пікірлерін айтып, жаңа содан шығып жатырмыз. Енді мен қысқаша айта кетейін, ветеринария саласы бойынша киіктердің қандай қазіргі жағдайда аурулары бар екен, қандай қауіп бұл қазіргі жағдайда. Ана жаппай қырылу жағынан қысқаша айтып кетейін, болашақта осы жағдай жалғаса берсе, киіктердің арасында әртүрлі аурулар жаппай қырылуы мүмкін. Себебі мына қазіргі жағдайда таскенелер өте көбейіп кетті. Олар деген тасымалдаушы әртүрлі аурулардың. Себебі негізгі әртүрлі паразиттік аурулар кездесіп жатыр. Соның ішінде мысалы циноз деген ауру бар, эхинококкоз, манезиоз деген аурулар бар. Мана бір жағдайлар айтып жатырғанда ауылдағы кісілер айтып жатыр, міне іш тастау деген аурулар. Оны негізі іш тастау нелері киіктердің, я болмаса ауыл шаруашылық малдардың іш тастау, көп жағдайларда бруцеллез деген аурулар болып қалуы мүмкін. Жаңадан аурулар шығып жатыр дедіңіз ғой, сол жөнінде не айтар едіңіз? Жаңадан аурулар шығып жатыр дегенде, бұрынғы киіктердің арасында мана айтып жатырмын ғой, манезиоз деген аурулар бұрын бірең сараң тек қана кездесіп жүрді ауыл шаруашылықтарда, нелерде, түрлерде. Қазір мына нелердің ішінде киіктердің арасында өте жиі кездесіп жатыр. Цинороздан өздеріңіз байқа, айналма дейді қазақша. Бүкіл нелердің киіктердің айналма, ол бас миында тұрады. Бүкіл сөйтіп өліп жатырған өте өлекселерді өздеріңіз байқағандарсың, бәрі жиналып жатыр. Но көп жағдайларда біздер мына өзіміз Батыс Қазақстан агротехника университетімізде өзіміздің тәлімбағымыз, питомнигіміз болғасын, сол ауруларды бәрін зерттеп, қандай дәрі-дәрмектер қолдануға болады, оның молекулярлы генетикалық зерттеулер жүргізіп, болашақта предрасположенность дейді, қандай аурулар бұлардан шығып қалуы мүмкін, сондай дәрежеге дейін сондай ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Тәлімбақта қанша бас ұсталып жатыр қазір? Қазір тәлімбақта 60 шақты неміз бар, киігіміз бар. Соның несі 20 шақты несі бар, еркегі бар, қалғаны ұрғашы. Бұлар қалай ұсталады сонда? Қалай ұсталады бұлар? Бұлар ұсталғанда негізі біздер бұларды осыдан 2 жыл бұрын мына Министерство экология арқылы біздер өзіміз рұқсат алдық. На изъятие дейді. Ана неден, табиғаттан біздер бөлек кішкентай кезіне туғаннан кейін оларды алып, тек уыз ішкендерін алу керек. Себебі бірінші жылдар біздерге өте қиын болды. Бір анасының сүтін емгеннен кейін, 1-2 сағаттан кейін алған нелер өте болашақта неге өлмеу жағынан өте ыңғайлы. Себебі біздер оны соскымен 200 басталып, соның ішінде шығын да болды. Себебі біздер оны күніне 4-5 рет нету керек, соскымен сүт беру керек. Олар өскен сайын оның досын көбейте беру. Сөйтіп біздер оларды көбейтіп, соның жартысын 50%-ын біздер Ұлытау дейміз, Қарағандыда. Сонда өзіміздің тағы бір питомнигіміз бар. Бана мен сөзімде айттым ғой, бір 1000 басқа дейін питомник неміз бар. Сол жаққа жібердік, қалғандарын өзімізде шағын болғасын, 56 гектар болғасын, өзімізге шағын алып қалып, соны ғылыми зерттеу жұмыстар жүргізу жағынан. Себебі біздер оларды әртүрлі рекомендация шығарып жатырмыз, нелерге, қандай паразиттерге дәрі-дәрмектер қолдануға болады. Олардың досын ұсыныс ретінде монография, былтыр 2024-те бір Қожаев Айгерім деген несін өзінің докторлық диссертациясын қорғап, осылар мына паразиттік аурулар туралы магистранттар қорғап жатыр.
болашақта осындай тәлімбақтар қатарын көбейтуге бола ма? Осы жағынан өте орынды айттыңыз. Мана бүгінгі енді мына дөңгелек столда айтып жатыр ғой, осындай нелерді нені реттеу керек дәрді. Біздің Батыс Қазақстан агротехника университетінің ғалымдары біздер мынандай неге на промышленной основе деген бар. Оларды көп жердерде осындай тәлімбақтарды көбірек біздер көбейтсек, сол жерде реттеудегі ешқандай атусыз да сол жерде реттеп, мини нелер салып, мына цехтарды салып, хладобойняларды салып, сөйтіп бәрін реттеп, ешқандай нелер айқай-шусыз сол жерде бәрін реттеп отыруға болады. Нелерін сол жерден реттеу, ұрғашын, еркегін бәрін балансқа ұстауға өте жеңіл болады. Сосын әртүрлі ауру тарамау жағынан бәрі контрольда болады да, сол жағынан біздер өзіміз соланы тәлімбақтарды ашып, өздеріміздің биыл сол жұмысқа кірісейік деп, сол ненің қасында, тәлімбақтың қасында өзіміз мини нелерді ашқызымыз келіп жатыр, мәскендер. Қазір 16 гектар ма, сонда болашақта сіздер 56 гектар. Болашақта көбейтуіңіз ойыңызда, кеңейтуіңіз ойыңызда бар ма? Жан жақта сөйтіп көбейте берсек, сол нелерді көрсетіп. Себебі көзбақақ дейді ғой. Университет саласында ше өзіңіз мына тәлімбақты кеңейту жөнінде жоспар бар ма? Иә, біздер негізі енді сол сұрақты уже қойып жатыр. Себебі 56 гектар ол аз болашақта. Оны бірақта мына уже бір этаптан екінші этапқа көштік. Енді біздерге де болашақта оны үлкейте берсек, соның несін уже біздер айтады ғой, ғылыми түрде біз научно уже доказали, что болат ұстауға осындай нелерді жұмыстарды жүргізуге болады деп, соны дәлелдеу